Жақсыларды жүрсеңдер жамандамай, өмір сүрер едік қой алаңдамай. Қадірі бар адамды ит қылатын, ит құрлы қадірі жоқ адамдар-ай. Қазақта мынадай нақыл сөз бар: мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді деген. Адамдардың арасында жақсысы жаманы, текшілі кекшілі болады. Сен қанша аспен ұрсаң да, сені таспен ұратындар бар. Адамгершілікпен сыйлап, құрметтесең, олар оны сенің міндетің деп қабылдайды. Сондықтан ондай адамдарға өз қаруын өзіне жұмсаған дұрыс деп ойлаймын. Адамның адамға жамандығында басқа себеп жоқ. Бәрі де қара ниет, жаман ойдан туады. Және барлық тіршілік арасында тек адам ғана себепсіз жамандық жасайтын ерекше болмыс. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі. Өзі де сол жетістікке жеткісі келеді. Біз күнәһар, жаман адам деп атайтын бақытсыздыққа ұшырағандар өзінің ішіндегі жағдайға және айналасындағы өмірге ақиқат тұрғысынан дұрыс қарамайды. Сондықтан тек менікі дұрыс, өмір дұрыс емес деп шарасыздықпен сеніп, шынайы өмірмен байланысын жоғалтып алады. Бұны тек жүрегін улап көрген адам ғана түсінеді, және әлбетте ол оны әдейі жасамайды. Себебі бұл дерт барлығы Алланың рұқсатымен ғана болады. Барлық адамдардың көңілін өзім сияқты деп ойлама. Алыстағандардан алыстап, жақындағандарға жақындап жасауды үйрен. Басыңа іс түскенде келетіннен кететіні көп. Бақ барлық адамдардың басына қонады. Кейде тауып та, кейде ауып та қонады. Егер тауып қонса, есейтеді ессізді де. Егер ауып қонса, естіртеді естіні де. Бағың өскенше, тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң, өзің ғана тілейсің. Алдыңа ас келгенде, қанағатты ұмытпа. Басыңа бақ қонғанда, жамағатты ұмытпа. Сағыну керек, сағынар жаның бар болса, киімде жайсыз, жағасы жайлау тар болса. Көлде де мұң бар, аққу жоқ өңкей қаз қонса, ғұмыр да мәнсіз, 4 маусым ылғи жаз болса. Біреуді бақытты қылу үшін алдымен өзің бақытты болуың керексің. Өзіңнің денің сау болу керек, өзіңнің білімің толық болу керек. Сол кезде сен басқа адамдарды бақытты қыла аласың. Барлық дүние қайта айналып келуі мүмкін, бірақ сен қажет қылмаған кезде. Сондықтан ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма, адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Ешқашан кедеймін деп айтпа. Саған ешкім ақша бермейді. Шаршадым деме. Ешкім саған көмектесіп қол ұшын бермейді. Тіпті жылаушы да болма. Өйткені ешкім сені елемейді. Жеңілуші болма. Өйткені ешкім сенің жеңуіңді қаламайды. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз. Ал шынында бақыт үлкен болмайды. Үлбіреген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те байқап та, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Өмір мына лыпыл тұрған ұстара, өлім келсе қай туысың түстара. Бар ғұмыры басқа қонған бақыттың,
көбелектің ғұмырынан қысқарақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Бақыт үлкен болған емес шынында, ал қайғының кішкентайы болмайды. Шаршайсың білем, шаршамай жүру мүмкін бе? Өмір ғой өмір, оңай да емес кім-кімге. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл керден наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қинайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде. Жігерлен сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып кетер артынан. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, бола ма дәулет нәсіп бұл. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Өзіңізді шынайы бағалай білетін, сүйетін, құрмет тұтатын адамды ғана сыйласаңыз болады. Сіздің істеріңіздің нәтижелерін басқалар бағалайды. Тек қана өз жүрегіңізді таза да әділ болуына тырысыңыз. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой, өтеді барлығы да, күн арқалап кетеді таңды мына. Менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына, адамның тағдырына. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Қарағандарыңызға